Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге екі ақша табу жолын айтатын боламын. Ол екі ақша табу жолымен сіздер 100% ақша таба аласыздар. Екі ақша табу жолы да тексерілген, бірақ көп ақша емес. Сол себепті де видеоны міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер. Сол кезде барлығын түсінесіздер. Ал енді каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліңіз. Лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий жазып кетуді де ұмытпаңыздар. Ал енді қараңыздар, алдыңғы видеода розыгрыш болған. Розыгрыштың жауабы бүгін кешке шығады. Сіз әлі де қатысуға уақытыңыз бар. Қатыспасаңыз осы видеоны көріп қатысыңыз. Кешке телеграм каналға жауабы шығады. Ал енді қараңыздар, бұл сайт IP Royal деп аталады. Ссылкасы менің телеграм каналымда болады. Бұл жерде ең бірінші сіздер не істейсіздер? Қараңыздар, бұл жерге ең бірінші регистрация жасайсыздар. Мен ссылкамнан өтіп, қиын емес. Одан кейін дашборд деген жерде сізде осы приложениені немесе сайтты қалай қолдану керек екені көрсетілген. Инструкция жазылған. Оқудың қажет жоқ деп ойлаймын. Қатты қиын емес. Одан кейін Donald деген жер кіресіз. Одан кейін скачать етіп аласыз. Windowsқа болса Windowsқа, Android болса Androidқа, Macқа болса Macқа. Өздеріңіз білесіздер, мысалы Windowsқа болса Windows, не үшін Windows керек емес. Енді Android басасыздар, APK файл ашылып, скачать етіп аласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Одан кейін осы жерге регистрация жасаған аккаунттарыңызбен сол приложениеға кіресіздер. Қазір мен приложениеға кіріп көрсетем. Одан бұрын тағы да бұл жерде affiliate деген, яғни сіздер достарыңызды шақырып бонус ала аласыздар. Менде қазір барлығы пустой, себебі ешкімді әлі шақырмағам. Ал одан кейін payment история, бұл жерде сіздің ақша шығарған историяңыз тұрады. Минимальный сумма шығаруға болатын $5. И сіздерге менің ссылкамнан өткендеріңіз үшін $1 бонус береді. Одан кейін survey деген, бұл жерде типа қалай қолданылады, не екені жазылған. Одан кейін payout measures деген, бұл қай жақтарға ақша шығарыласыз. Сіз қараңыздар, биткоинға шығарыласыз, яғни Binanceға, кез келген биржаға шығарыласыз. Одан кейін PayPalға, одан кейін немесе визаға, картаға, виртуальный gift card деп тұр. Visa, MasterCardқа шығара аласыздар. Ал енді қараңыздар, приложениеға кіреміз. Міне приложениеға кіреміз. Бұл жерде қалай? Приложениені просто қосып қоясыздар. И бұл приложение автоматты түрде сізге ақша табады. Не үшін ақша табады бұл приложение? Қараңыздар, бұл жерде кішігірім разрешениялар сұрайды. Ең басында скачать еткен кезде просто разрешение берулеріңіз керек. Мысалы, сіздің интернетіңізді просто басқа адам қолданады деген сияқты. Просто басқа VPN қосқан адамдар қолданады деген сияқты нәрсе жазылған. Өздеріңіз оқышсаңыздар болады, сайтында бар. Ал мен оны қатты түсінбедім. Былайша айтқанда қауіпсіз деп айта аламын. Просто сіз мысалы интернет қолданбай, просто сотыңызды осылай қосып қоясыз. Үстінде осылай тұрады, көргендеріңізде. Мысалы мен 5004 гигабайт кетірдім деген сияқты жай ақша жинала береді. Ақша болғаннан кейін басып шығарып ала аласыздар. Менде көргендеріңізде $5 жоқ. Сол себепті де әлі шығара алмаймын. Одан бөлек настройкасында типа тезірек табуға болатын сондай нәрселер бар. Қазір мысалы қараңыздар, мына жерде бұл көргендеріңізде заряд көбірек кетіреді, бірақ тезірек жұмыс жасайды приложение. Дашбордта мына жерде де торс сондай, тезірек жұмыс жасайды, бірақ заряд көбірек кетеді. 2 есе жылдамдықпен табады. Адамдардың айтуына қарағанда бір күнде ештеңе жасамай $0.15 дейін табады деп тұр. Табады деп айтқан. Мысалы 0.15 көбейтесіздер. 20 күнде примерно 25-30 күнде сіз $5 жинай аласыз. Приложениен всегда қосылып тұрған күннің өзінде. Ал екіншісі қараңыздар, ол текер деп аталады. Бұл жерден де сіздер ешқандай ақша салымсыз ақша таба аласыздар. Қазір мен сіздерге басынан бастап түсіндіріп берем. Ең бірінші сіздер ВКонтакте арқылы регистрация жасайсыздар. Одан кейін бонус аласыздар. Бонус алу қиын емес. Мысалы, біз не істеуіміз керек? Ең бірінші одноразовый бонус алуымыз үшін 15 рубль, қателеспесем, одноразовый бонус береді. Ол үшін көргендеріңізде ВК-ларына подписка жасауымыз керек. Одан кейін телеграм каналдарына тіркелуіміз керек. Басасыздар, тіркелесіздер, қиын емес. Мен барлығына тіркеліп қойғам. И көргендеріңізде мен бонусты алып қойғам. Одан кейін күнделікті сағат сайынғы бонус бар, и 24 сағат сайынғы бонус бар. Яғни 3 бонус ала аласыз. Бірақ қазір получить деген басамыз, маған бонус береді. Көргендеріңізде 456 бонус берді. Енді тағы да получить деген басамыз. Міне көргендеріңізде 690 бонус болды. Яғни осыны да сіз ең бірінші одноразовый бонусты алған кезде примерно 15 рубльдай ала аласыз, барлығы жоғы. Ал енді оны сіз не істейсіз?
Бұл жерде тағы да ақша табу жолы, мысалы досыңызды шақыруыңызға болады. Яғни достарыңыз шақырған сайын сіздерге 5 рублидан береді. Ешқандай былай условиясы жоқ, просто досыңыз кіреді, регистрация жасайды, ВКонтактемен тіркеледі, бонусын алады, болды, сізге 5 рубль береді. Одан кейін сіз осы ойындарды ойнай аласыз. Яғни алған бонустарыңызбен осы ойындарды ойнай аласыздар. Алдымен дәл осыған ұқсайтын бір осындай сайт көрсеткем. Ол сайттан шынымен де осындай бонустардан көп адамдар минимальный суммаға жеткізіп шығарып алды. Майнс бар, Bubbles бар. Осындай ойындар бар. Мен қатты түсінбеймін, тек қана Минаны ғана түсінемін. Тек Минаны ғана ойнаймын мен бұл жерде. Мысалы 5 жұлдыз қоямын. Қазір мен кішкене көрсете салайын. Максимум қоямыз, басамыз. Жоқ, басамыз. Менде қазір что-то міне қазір 3 жұлдыз қоямыз. Одан кейін міне менде 1 рубль қоя аламын, 2 рубль қоя аламын, 3 рубль, 4 рубль қоя аламын. Мысалы 4 рубль басамыз и таңдаймыз осылар. Просто таңдап шығамыз. Бұл жерде қараңыздар, коэффициенттері болады. Мысалы көп ашқан сайын коэффициент көбейе береді. Мысалы мынаны басамыз мен 1.30 дәл осылай көбейе береді. Мысалы қазір менде 6.92 рубль шығады. Если қайтарып алсам 8.07 рубль шығады. Мысалы басамыз 9.49. Тағы да басамыз, мысалы 11. Ал если Минаға түсетін болсақ, білесіздер, ақша таппаймыз, забырайттен басасыздар. Мен дәл осылай минимальный суммаға жеткізіп алуға болады. Минимальный сумма, қателеспесем, бұл жерде 100 рубль. Одан кейін сіз минимальный суммаға жеткен соң, бұл жерде бір минусы бар. Алдыңғы сайтта, мен алдын көрсеткен видеодағы сайтта, сіз минимальный суммаға жеткеннен сразу шығарып алуға болатын еді. Ал бұл жерде минимальный суммаға жеткеннен кейін сіз сразу шығара алмайсыз. Сіз бірінші ақша салуыңыз керек, одан кейін шығарып ала аласыз. Яғни сіз просто мысалы 100 рубль жинап болғаннан кейін 100 рубль саласыз. Сосын екеуін бірге қосып шығарып ала аласыз. Ешқандай қиындықсыз. Менде мысалы вывести деген басамыз. Мен осы уақытқа дейін бұл жерде тоже ақша шығарғам. Кивиға шығады бұл жерде. Фрикасса, Visa, MasterCard. Мен бұл жерден 270, 135, 315, 135, 306, 270 рубль шығарған екен. Міне барлығы менің киви номерім. Тоже бұл жерде асықпай осылай қойып жинап алсаңыздар болады. Просто максимум басамыз. Мені көргендеріңізде мен уже ұтылып қалдым. Просто ертең келесіздер, қайтадан бонус аласыздар, қайтадан ойнап көресіздер, дәл солай кете береді. Қараңыздар, бұл біздің Telegram канал. Бұл жерде YouTube-қа шықпай қалған ақша табу жолдары шығып отырады. Сол себепті бұл каналға әлі тіркелмесеңіздер, міндетті түрде тіркеліңіздер. Көргендеріңізде YouTube-тан бөлек те контенттер осы жақта да болады.